Соңғы уақытта Стамбулда сенделіп елге қайталмай жүрген қыз-келіншектердің саны артқан. Бұлар интернетте уәдені үйіп төккен бизнес тренерлер мен коуч-психологтарға алданып қалғандар. Бұл мәселені бірінші болып заңгер Айгүл Орынбек көтерді. Тіпті парақшасында мынандай жазба қалдырды. Әйелдердің өзінде ми жоқ па депсіз? Иә, сіздердің ертегі өмірлеріңізді көріп жүрген әйелдерде ми қалмады. Сіздің тәтті сөздеріңізге миы уланған әйелдер сіздің жаныңызда жүрген құзғындарға жем болып жатыр. Айгүлдің Айнұрға шүйлігуі тегін емес. Тұрсынбаева Стамбул мен бизнестің қыр-сырын үйретеді деп, о баста жанындағыларға жарнама жасаған болатын. Қыз-келіншектер ақынға сенді ме? Әлде аяқ асты миллионер атанамыз деді ме? Әйтеуір 700 мың теңге төлеп Анадолы еліне ағылды. Ол тек бізден 700 мың теңге ақша емес, еще бізден былай левый ақша жасайды біздер. Олар сол жаққа барып қаңғып келгеннен кейін, мысалы ешқандай нәтижесі болмағаннан кейін, мен неге біреудің жасағанын жасай алмадым деп өзіне қол жұмсауы да мүмкін. Өздерін психолог сайлап алған, өздерін жаңағы бизнес, жаңағы коуч сайлап алған азаматтарға, азаматшаларға айтарым. Сіздер әрбір адамның өміріне, тағдырына, бір отбасының, керек десеңіз бір мемлекеттің тағдырына жауаптысыздар. Іспен сөз қабыспады. Түркияға барғандар тентіреп, заңгерден көмек сұрапты. Бірнеше адамның үстінен шағым түсірді. Бұл істі еліміздің сыртқы істер министрлігі, ішкі істер министрлігі бақылауға алды.